Америкаға барат бір қазақтар. Сол Америкада автобуспен қыдырып, Америкада кетіп баратқанда бір заправканың жанына тоқтап, кафеден напиток ішіп тұрса, бір коневодсканың ішінде ат тұрады. Жаңағылар тұрса, ат тепкілеп, кісінеп, сонан қазақтар жанына келіп, жаңағы атты жанына келіп не алса, ат соларды иіскеп, көзіне жасалады. Жаңағы аттың хозяйыны фермер шығып келетті. Не болды бұл, менің атым не аласыңдар деген, да вот, жаңағылар қайтып кетсе, қайтып кетті, сонан ол шақырады. Олар келіп, атты сипаса, ат успокаиваться етеді. Сонан кейін, сендер қаяқтан келдіңдер, анау-мынау деп, жаңағы фермермен сөйлескенде, олар айтады, мы с Казахстана дегенде, лошадь тоже с Казахстана деп, блокнотын алып, блокнотынан оқып, это Луговской конный завод, линия абсента деп жаңағы аттың атын айтады. Сонда жаңағы айтайын дегенім, қазақтардың қазақша сөйлегенін түсініп, ат сағынып, соларды иіскеп көзіне жасалады. Сол кейін 7-8-10 жасында сол ат қазақтардың сөзін танып, дауысын естіп, кісінеп шақырып алып отыр ғой сонда. Міне ат деген.